Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі бөлімнің тақырыбы еңбек нарығы және сұраныс. Балғабек Қыдырбекұлы, теміржолшы. Бірінші сабақтың тақырыбы еңбек нарығы. Сабақтың мақсаты. Мәтін үзінділері бойынша болжам жасау. Өз біліміне сүйеніп, тақырыпты жалғастыру. Тәуелдік жалғауды оңаша және ортақ тәуелдеу дұрыс қолдану. Бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болайық. Еңбек нарығы, рынок труда, сұраныс, спрос, меншік түрі, виды собственности, жұмыс күші, рабочая сила. Оңаша және ортақ тәуелдеу. Тәуелдік жалғау, бір заттың басқа бір затқа, я адамға тәуелді, меншікті екенін білдіретін қосымша. Тәуелденетін сөз үш жақтың бірінде айтылады. Тәуелдік жалғау өзі жалғанған сөзді ілік септік жалғаулы сөзбен байланыстырып тұрады. Бір я бірнеше заттың бір ғана затқа, я адамға меншікті екенін білдіруді оңаша тәуелдеу. Ал бір я бірнеше заттың көп затқа, я адамға меншікті екенін білдіруді ортақ тәуелдеу дейді. Негізінде тәуелдік жалғау зат есімге тән қосымша болғанмен, зат есім қызметін атқаратын, яғни субстансивтенетін, заттанатын сөздердің барлығына да жалғана береді. Мысалы, әкем, дәптерім деген сөздер зат болса, түйенің үлкені, өткелде таяқ жейді деген сөйлемдегі үлкені сын есімі субстансивтеніп тұр. Тәуелді заттың есі, тәуелденудің түрлері оңаша тәуелдеу және ортақ тәуелдеу. Оңаша тәуелдеу бірінші жақта жекеше және көпше түрлеріне назар аударайық. Бірінші жақ менің елім, ал көпше түрінде менің елдерім. Екінші жақ сенің елің, көпше түрінде сенің елдерің. Сыпайы түрі сіздің еліңіз, сіздің елдеріңіз. Үшінші жақ оның елі, оның елдері. Келесі кезекте ортақ тәуелдеу. Бұл да оңаша тәуелдеу сияқты үш жаққа бөлініп, жекеше және көпше түрге бөлінеді. Бірінші жақ біздің еліміз, ал көпше түрінде біздің үйлеріміз. Екінші жақ сендердің елің, көпше түрінде сендердің үйлерің. Сыпайы түрі сіздердің еліңіз, сіздердің үйлеріңіз. Үшінші жақ жекеше түрі олардың елі, көпше түрі олардың үйлері. Келесі жазылым тапсырмасы. 5-ші бет, 3-ші тапсырма. Суреттерге қара. Онда не бейнеленген? Еңбек нарығында олардың қайсысы аса маңызды? Ойыңды жаз. Бірінші тапсырма. Суретте не бейнеленгенін жаз. Екінші тапсырма. 4-5 сөйлеммен өз ойыңды жаз. Тәуелдік жалғауын қолдан. Жазылым тапсырмасы бойынша дескрипторға назар аударайық. Бірінші, суретте не бейнеленгенін анықтайды, 1 ұпай. Екінші, өз ойын жазады, 3 ұпай. Үшінші, сөйлемдердің орын тәртібін сақтайды, 1 ұпай. Төртінші, тәуелдік жалғауын қолданады, 1 ұпай. Бесінші, жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Келесі тапсырма оқылым тапсырмасы. 7-ші бет, 8-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Еңбек нарығында жұмыс күшінің жаппай қозғалуы байқалады. Оның сапалық және сандық құрамы үнемі өзгеріп тұрады.
Бұл жұмыс күшіне сұранысты туғызады. Яғни, өндірістің ұлғаюы, дамуы, құрылымдық өзгерістер білікті мамандар мен жұмыскерлерді талап етеді. Еңбек нарығы динамикалық, өзгермелі нарық. Жұмыссыздық қоғамның экономикалық өміріне қолайсыз әсер етеді. Ол ең алдымен экономикалық шығындарға әкеледі. Ұлттық өнімнің нақты деңгейін төмендетеді. Жұмыссыздық субъектілердің табыстан толық немесе жарым-жартылай айырылуына, тұрмыс деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Ол қылмыстың өсуін, психикалық аурулар санының көбеюін туғызады. Бұл әлеуметтік проблеманы жеңілдету үшін мемлекет ішінара жұмыспен қамтуға немесе толық емес жұмыс аптасына қаражат береді. Артық халықты қысқарту ретінде әдетте жұмыс орындарын бөлу әдісін пайдаланады. Бір жұмыс орнын екінші жұмысшыға жалақысын төмендетіп ұсынады. Осының нәтижесінде компанияларға салық жеңілдіктері туады. Жұмыссыздықты азайту үшін жұмыс орындарын қайта құру кезінде мерзімінен бұрын зейнеткерлікке шығу және тұтынушыларға ұсынылатын қызметті әмбебаптандыру есебінен жұмыспен қамтуды кеңейту тәжірибесі қолданылады. Мұндай әдіс сағаттық еңбек өнімділігі көрсеткішінің өсуіне әкеледі. Бұл жұмысшы табысымен салыстырғанда қосылған құнның өсім қарқынының неғұрлым жоғары екенін көрсетеді. 8-ші бет, 9-шы тапсырма, жазылым. Сөздіктердің көмегімен мәтіндегі қою әріппен берілген сөз тіркестерінің мағынасын анықта. Сөздік дәптеріңе сызба түрінде жаз. Бірінші сөз субъект, екінші сөз нарық. Мағыналарын анықтаймыз. Осы жазылым тапсырмасы бойынша дескрипторға назар аударайық. Бірінші, сөздіктердің көмегімен мәтіндегі қою әріппен берілген сөз тіркестерінің мағынасын анықтайды. 2 ұпай. Екінші, жазу сауаттылығын сақтайды. 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.